Жалпы көп жігіттерге менің қарным ашиды да, себебі жұмыс жоқ деп, үйлерінде жатат еркелеп. Мен өзім жасым 30-да 4 баланың әкесімін, Аллаға шүкір, 4 жұмыста жұмыс жасаймын. Сол 4 жұмыстың тек қана біреуінде мен өзіме деген құрметсіздікті және де тәкаппар адамдарды көрем. Ол қандай жұмыс? Ол әрине такси. Яғни кейбір жолаушылар есігінің алдына келген таксиді адам емес, просто таксист деген көзбен қарайды да, андай. Без уважения, просто тәкаппарлық, прям сезесің сен оны. Себебі сен таксиде жүрсің, күндіз-түні жүргеннен кейін сен адамның отырған кезде сен уже аурасын сезесің ғой. И сол нәрсе сезіледі да кейбір, қалай айтсам болады, құрметсіз жолаушыларда. Сол нәрсені мен өзгерткім келеді. Сіздер түсінулеріңіз керек. Таксист ол жұмысқа не үшін шығады? Ол жұмыс, басқа жұмыс істегісі келмегеннен, басқа жұмыс жасай алмағаннан емес. Просто ол таксиге шығады, себебі ол жұмыстарды оған бұйырмаған үшін, оған таппаған үшін, амалдың жоқтығынан осы қызметке келеді олар. И жолаушы мен таксистердің арасында бір-біріне деген құрмет болу керек. Сәлем алмайтын жолаушылар бар ғой, прикинь. Сен саламатсыз ба деген кезде үндемей тупа отырып қалатын жолаушылар болады. Оны мен тәкаппарлықтың шыңы деп білем. Солай жігіттер және де ханымдар, бір-бірімізді құрметтеп жүрейік. Мынау 5 күн жалғанда, бүгін бармыз, ертең жоқпыз. Тек қана сыйластық қана қалады. Всем ассаламу алейкум.